Қарапайым бір ауылда, кедейшіліктің ортасында кішкентай Нелла өмір сүрді. Оның бар байлығы адал жүрегі мен жан серігі Патраш атты ит еді. Патраш бір кездері адамдардың қатыгездігін көріп әлсіреп қалған болатын. Ал Нелла оны аяп өз үйіне алып келді. Сол күннен бастап екеуі ажырамас досқа айналды. Нелла күн сайын сүт тасып адал еңбегімен өмір сүрді. Ал Патраш ауыр арбаны үнсіз сүйреп қожайынына көмектесті. Олардың достығы шынайылық пен сенімнің нағыз үлгісі еді. Нелланың жүрегінде бір арман болды. Ол суретші болуды қалады. Өнерге деген махаббаты оны ұлы картиналарға жетеледі. Бірақ кедейлік пен әділетсіздік оның жолын қайта-қайта бөгеді. Адамдар кейде мейірімсіз болады. Нелла әділетсіз айыпталып бәрінен айырылды. Ал сол сәтте Патраш қана оны тастамады. Қыстың суық түнінде, шіркеудің ішінде екеуі бір-біріне тығылып соңғы рет жылу іздеді. Нелла армандаған суреттердің ортасында, ал Патраш адал дос ретінде жанында болды. Бұл қайғының емес, адалдықтың, достықтың және таза жүректің хикаясы. Нелла мен Патраш бізге бір нәрсені еске салады. Шын сүйіспеншілік ешқашан жоғалмайды. Ол мәңгі жүректерде қалады.